Жалпы бәрімізде екі таңдау бар. Рухани жаңғыру, былайша айтқанда енді Қазақстанның бір бағдарламасы болды, рухани жаңғыру деген, иә. Яғни рухани жаңғыру, сосын бір прикол болды, есіңіздер ме? Бухани қаңғыру деген. Яғни осы бір ұйықтаған күйіңізде әрі қарай жүре беру, егер ол сізге өміріңіздің қазіргі сәтінде ұнамды болса, яғни сіз өзіңіздің өміріңізді бір жеңілдетуге бір әрекет жасағыңыз әзірге келмесе, онда осы бір инерциямен жүре беруіңізге әрине сіз құқылысыз. Ал егерде өміріңіз қандай да бір себептермен ұнамаса, ақшаңыз жетпей жатса, қарызыңыз болса, махаббат айналасында бір сүрініп жүрсеңіз, тағысын тағы, иә? Немесе ақшаңыз бар, кәсібіңіз бар, сүйген жарыңыз бар, бірақ жүрегіңізде бір махаббат немесе бір бақыт сезімі жетіспейді. Сондай уақытта біз өзімізден бір гәп іздеп, өзіміздің ішімізге үңілеміз. Бұл үңілу басымыздан басталады, санамыздан басталады. Сосын мына ішкі жан дүниемізді бір махаббатпен, бір мәнмен, өмірлік мәнмен толтырумен басталады. Бұл жан дүниемізді, ішімізді бір нәрсемен толтыру барысында, немесе толтырмастан бұрын, біз ішімізден сол бағанағы бұл нәрсе немен толып тұр, яғни ішімізді босатуымыз керек. Босату деген не нәрсе? Мына жерде мен терезеден қарап тұрмын, сіздерге көріне ме, көрінбей ме білмеймін. Ана жерде мынау Жайық өзені, жанұялар бағанағы өздерінің балдарымен бірге жүр, балықшылар отыр деген сияқты керемет бір көрініс болып тұр. Яғни сіз бұрын басқа бір әдетпен, басқа бір әдеппен өмір сүріп қалдыңыз, иә? Ішіңізде ата-анаңыздың бір ұстанымдары, айналаңыздың ұстанымдары, достарыңыздың, жалпы туыстарыңыздың ұстанымдары, өзіңіздің жеке ұстанымыңыз, ата-бабаңыздан келе жатқан ұстанымдарыңыз, түп санаңыздағы ұстанымдарыңыз осы денеңізде ДНК болып тұрып қалды, ДНК-ның ішінде. Бұны старые законы деп атайды, яғни ескі заңдар. Ескі заңдарыңыз, ескі ұстанымдарыңыз шығу керек. Сол шыққан, сол босаған жерге, босаған ортаға, және тек қана сол шыққан жерге ғана жаңа бір нәрселермен толтыра аламыз. Сол ішіңіздегі мусорға үстіне апарып, бағанағы жаңа нәрселерді жамай алмаймыз. Сондықтан бұл нәрсе оңай соқпайды негізінде. Себебі біз өмірімізде, мысалы үйімізде бір пәтерімізде ремонт жасағанда ең бірінші не істейді? Ескі обойларды жыртамыз, бүкіл бағанағы жиһазды сыртқа шығарамыз, керек емес нәрселерді бұзамыз, қопарамыз, бетондарды бағанағы стеналарды, жарларды құлатамыз, үй быт-шыт болады. Көк шаң болады, және ремонт болып жатырған кезеңде көбіне біз бағанағы үйден шығып кетіп, басқа бір үйде тұрамыз деген сияқты. Сондықтан дәл сол ремонт жасалып жатқанда сол үйде үй быт-шыт болады. Ол жерде тұру мүмкін емес, ауамен демалу да мүмкін емес. Сондықтан сол бағана ремонтымызды жасап бітіру барысында кішкене бір реттеле бастайды өмір, иә? Әйтеуір болдық па, біттік па деп. Сол бағанағы үйіміздің ремонты бір айға немесе бірнеше айға созылуы мүмкін. Кейбір бағанағы үлкен бір үйді ремонттасаңыз бір жылға дейін бағанағы созылады деген сияқты. Адамның өмірі дәл сондай. Біз бағанағы рухани ояну барысымызда біздің өміріміз сол үйдегі ремонт сияқты болады. Біздің ішкі ескі заңдарымыз сыртқа лап етіп шыға бастайды. Мен консультация бағанағы жүргіземін. Сол кезде адамдардың көбінің иллюзиясы. Қазір мен бағанағы аффирмация айта бастаймын. Мен бағанағы егер сыртқа өзгертулерді айтатын болсақ, мен бағанағы тұзды суға түсе бастаймын, менің жолым болып кетеді деп. Яғни басында әрине бір өзгерістерді көре бастайсыз, бір адамдарды кездестіре бастайсыз, бірақ ол адамдар, ол өзгерістер сіз бағанағы барынша ішіңізбен жұмыс жасап болғаннан кейін результат әкелуі мүмкін, әсер етуі мүмкін. Бірақ сол жайлап өзгере бастағанда сіздің өміріңізде сондай бір оңай емес
қиын жағдайлар кездесе бастайды. Егер мысалы сіз енді адамдарға жынданбаймын, енді бір сабырлы болуға тырысамын деп ниет етсеңіз, сол сабырлығыңызды сынайтын кезеңдер, жағдайлар көбірек болып кетеді. Яғни ұрыстың өзі көбірек болып кетеді. Ұрысқа әкелетін ситуациялар көбірек болып кетеді. Яғни бұл кеңістік сізді сынай бастайды. Біріншіден бұл сынақ. Я Артур, я Айгүл, я Марат, я Владимир, сен точно шештің бе осындай сабырлы болуға? Сенің осы ниетің қаншалықты шынайы, қаншалықты осы ниетіңе, осы сөзіңе тұра аласың деп сіздің өміріңізге бір сынақтар келе бастайды. Ол бірінші себебі. Екінші себебі сіздің ішіңіздегі бағанағы ескі заңдар, яғни старые законы лап етіп шыға бастайды. Себебі сіз ниет еттіңіз, сіздің ниетіңіз әмір, сіз өміріңіздің, өзіңіздің кеңістігіңіз үшін сіз құдайсыз. Өзіңіздің денеңіз үшін, денеңіздегі молекулалар үшін сіз құдайсыз. Яғни сіз әмір бердіңіз, сіз әмір бергеннен кейін сол ішіңіздегі бағанағы сущностьтар, діннің тілімен айтқанда жындар, жалпы ескі заңдар шығу керек. Ол бағанағы бір түтін сияқты немесе ауа сияқты өздерімен өздері шығып кетпейді. Ол бір осындай бір жағдайлар арқылы шығады, сыртқа көріне бастайды. Яғни сіз өзіңізге үңіле бастағанда, өзіңіздің кім екеніңізге үңіле бастағанда, сізге көрсету үшін, я Артур, я Марат, я Айгүл, сен осындайсың, осындай нәрселерің сыртқа шығу керек деп бағанағы сыртқы жағдайлармен шыға бастайды. Бұрын бір қалыпта өмір сүріп келе жатсаңыз, осындай бір рухани даму жолына бір қадам басқанда өзіңіздің кім екеніңізді көре бастайсыз. Сол үшін ең бірінші бағанағы ол сынақ, ниетіңізді сынайды. Екінші, ішіңіздегі ескі заңдарды сыртқа шығару үшін, яғни бір паласты қағамыз ғой, сол сияқты сізден қағып алып жатыр бұл өмір деген. Бұл жағдай бірнеше апта, бірнеше ай, тіпті бірнеше жылға созылуы мүмкін. Бірақ бір қуантарлық нәрсе, осы өзіңіздің өміріңізде ремонт жасап болғаннан кейін өміріңіз бір қалыпты өсе бастайды. Бір қалыпты бір бақытқа тола бастайсыз. Мен өзімнің өмірімнен сізге шынайы айтамын. Маған сенбесеңіздер, менің мысалы осы видеоға, YouTube-қа мен ашық түрде видеоларымды салам, TikTok-қа да салам, Instagram, Facebook, WhatsApp барлығы ашық. Менің жақындарым, менің достарым, менің құрбыларым, менің жұмыстастарым мені көріп жатыр. Я, менде әлі қарыз бар, 70 миллионнан астам қарызым бар, бірақ менің қарызым тоқтап төмен қарай түсіп жатыр. Мен мысалы бір адамдарға, компанияларға қарызбын, олар маған түсіністікпен қарап жатыр. Менімен қарым-қатынастарын жалғастырып жатыр. Мен олармен жақсы қарым-қатынаста сөйлесіп жатырмын. Олар мен үшін өздерінің дұғаларын тілеп жатыр, мен үшін тілектерін айтып жатыр. Яғни Артурдың өмірінде барлығы жақсы болып кетсін деп ішкі шынайы ниеттерімен айтып жатыр. Және олар біледі, түп саналы түрде менің өмірімде барлығы жақсы болып кетсе, мен олардың қарыздарын қайтарамын. Және қарыздарымнан құтылғаннан кейін мен олармен жақсы қарым-қатынаста боламын. Мен де әрі қарай бағана өсе беремін. Болашақта мен ол адамдармен басқа да бір жұмыстармен, жақсы бір шынайы жұмыстармен бағана жұмыс жасап, жақсы бір табыстарға тағы жетуіміз мүмкін. Яғни осының барлығы тек шынайы бола бастағанда, біріншіден өзіңіз шынайы бола бастағанда, айналаңмен шынайы бола бастағанда келе бастайды. Бұл шынайылық сіздің ішіңізден бағанағы бүткіл мусорлар, қоқыстар барлығы сыртқа шыға бастағанда ғана орындала бастайды. Мысалы енді айып етпеңіздер, мен көрсетейін. Мына қоқыс. Осы қоқыс ішіңізде бағана толып тұр. Сіз бағана бақытты болғыңыз келсе, осы қоқыстың ішіне сіз мына апельсиндерді салып жібересіз бе? Мына бір әдемі тамақтарды салып жібересіз бе осы қоқыстың ішіне? Жоқ. Ең бірінші сіз бұны тазартасыз, яғни ішіңізді тазартасыз. Содан кейін барып бағана осы нәрсе сіздің ішіңіз болып санасақ, сол тазарған нәрсеге жақсы нәрселерді, осындай апельсиндерді, осындай изюмдарды, осындай бір торттарды жейсіз. Сондықтан жақсы нәрселерді, жақсы мысалдарды, жақсы махаббатты, жақсы сексті, жақсы энергияны, жақсы бір жұмысты осы тазарған қоқыстан кейін саласыз. Жолдарыңыз болсын, сәттілік тілеймін, күндеріңіз, демалыстарыңыз сәтті өтсін.